Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 4-ші сынып 51-ші сабақты өтеміз. Көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші тапсырма: Ыбырай Алтынсарин атындағы марапат қай жылы бекітілгенін анықта. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушы педагогі, жазушы, фольклоршы, қоғам қайраткері, этнограф, ғалым. Еліміздің үздік педагогтардың оның құрметіне тағайындалған Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен марапатталады. Енді осы есепті шығарамыз. 6636-ны 42-ге бөлеміз. Бірінші амал, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы, төртінші қосу амалы орындалады. Сонда бөлу амалын орындасақ 158-ге тең болады. 18011-ді 83-ге бөлсек 217-ге тең болады. Енді бірінші амалды екінші амалға қоссақ 375-ге тең болады. 375-ге 1632-ні қоссақ 2007-ге тең болады. Демек, Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен 2007 жылы марапатталады. Марапат қай жыл бекітілгенін анықта деп тұр, Демек, 2007 жылы бекітілген. Енді келесі тапсырма: есептеулерге қарап, бірінші толымсыз бөлінгішті анықта. Бөлу мен оны тексерудің қалай орындалғанын түсіндір. Яғни, толымсыз бөлінгіш дегеніміз, ол бізде қалдықпен шығатын бөліндіні айтамыз. Егер толық бөлінді болатын болса, ол нөлмен аяқталуы қажет. Енді 4569-ды 23-ке бөлгенде 198-ге тең болады және 15 қалдық қалады. Тексеру үшін шыққан бөліндінің мәнін көбейтеміз. Бөлінгішке 23-ке, сонда бізде бөлінгіш шығады. Яғни 4554-ке тең болады. Енді оған шыққан мәнге 15-ті қосамыз, сонда бізде 4569 санымыз шықты, бастапқы санымыз. Енді келесі тапсырма: қалдықпен бөлуді орында, тексер. 384.545-ті 22-ге бөлеміз, 17479-ға тең болады. Тексеру үшін шыққан мәнді көбейтіп, оған қалдықты қосамыз. 7 қалдық қалды, 7-ні қосамыз, сонда 384.545 саны шығады. Келесі 907.654-ті 25-ге бөлсек 36.306 4 қалдыққа тең болады. Тексеру үшін сол қалдықты қосып, бастапқы санды шығарамыз. Мына жерде бізде 907.654 санына тең болады. Қате кетіпті, кешірім сұраймын. Енді келесі 436.680-ді 17-ге бөлсек 25.687-ге тең болады. бір қалдық қалады. Тексеру үшін сол бір қалдықты қосып, бастапқы санымызды шығарамыз. Енді келесі 204.261-ді 26-ға бөлсек 7856-ға тең болады. 5 қалдық қалады. Сол 5 қалдықты қосып, бастапқы санымызды шығарамыз. Келесі 269.093-ті 43-ке бөлсек 6257-ге тең болады. Шыққан мәнді 43-ке көбейтіп, қалдықты қосамыз. 42 қалдық шықты. Келесі 23045-ті 54-ке бөлсек 426-ға тең болады. 41 қалдыққа тең болады. Енді қалдықты қосып, бастапқы санды шығарамыз. Келесі тапсырма: есептеп дұрыстығын тексер. Бұл жерде енді бізде толық бөлінді көрсетілген. Осыларды шығарып тексереміз. 68.120-ны 65-ке бөлсек 1048-ге тең болады. Толық бөлінді орындалды, 0-ге тең. Демек, бұл жерде қалдық шықпағандықтан тек қана 1048-ді 65-ке көбейтіп қоямыз. Сонда бастапқы санымыз шығады. Келесі 77.110-ды бөлеміз 22-ге, 3505-ке тең болады. Келесі 302.520-ны 12-ге бөлсек 25210 санына тең болады. Келесі тапсырма: бөлінгішті қалай табуға болатынын түсіндір, есепте және тексер. Енді бұл жерде қалдық көрсетілген, бөліндінің мәні және бөлінгіш көрсетілген. Бөлінгішті қалай табу? Яғни бөлінгішті табу қажет бөлгіш арқылы. Ол үшін бізде бөліндінің мәнін көбейтеміз, бөлгішке көбейтеміз және қалдыққа қосамыз. Сонда 254 саны шықты. Демек, бізде бөлінгішіміз
254 санына тең болды. Келесі бөліндінің мәні 60-қа тең. 80 бөлгіш, оған қалдықты қосамыз, сонда 4853 санына тең болады. Демек, бөлінгішіміз 4853. Келесі бөліндінің мәні 8-ге тең болды, оны көбейтеміз 33-ке, қосамыз қалдыққа 31-ге, сонда 295-ке тең болады. Келесі бізде бөліндінің мәні 29-ға тең, 50-ге көбейтеміз және қалдықты қоссақ 1465-ке тең болады. Енді келесі тапсырма есептерді шығар. А нұсқасында тарихи орындарға бару үшін әрқайсысы 12 оқушыдан тұратын 21 топ жолға шығуға дайындалды. Оларға жолға шығу үшін әрқайсында 14 орындығы бар шағын автобустар бөлінді. Оқушыларға барлығы қанша шағын автобус қажет болды деп тұр. 21 топ 12 оқушыдан. Автобустар саны 14 орыннан бір автобуста. Енді бөлінді неше автобус? Ол үшін бірінші бізде 12-ні 21-ге көбейтеміз. 21 топ 12 оқушыдан. Демек, бұл бізде оқушылар саны. Барлық оқушылар саны енді 252-ні 14-ге бөлеміз. Сонда 18-ге тең болады. Демек, оқушыларға барлығы 18 шағын автобус қажет болды. Енді келесі нұсқасында автобус аялдамаға дейін 68 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Қалған жолды ол 65 км/сағат жылдамдықпен 4 сағатта жүріп өтті. Барлық жүрген жолы 464 км болды. Автобус жолдың бірінші бөлігін қанша сағатта жүріп өтті? Жылдамдығы бірінші бөлігін 68 км/сағатта, екінші бөлігін 65 км/сағат, уақыты 4 сағат, арақашықтығы 464 км-ға тең болып тұр жүрген жолы. Енді уақытын табу қажет. Ол үшін бізде уақытты табу үшін бірінші жүрген жолды табамыз. Сол екінші бөлігінің сонда 260 км-ға тең болады. Енді бірінші бөлігінің жүрген жолын табатын болсақ, барлық жүрген жолдан екінші бөлігінің жүрген жолын азайтамыз, сонда 204 км-ға тең болады. Енді уақытты табу үшін бізде жүрген жолды арақашықтық жылдамдыққа бөлеміз, сонда 3 сағатқа тең болады. Жауабы 3 сағатта жүріп өтті. Енді келесі тапсырма: әкесі мен анасы пойызбен барып қайтуға әрқайсының бағасы 16.800 теңге тұратын билеттер сатып алды. Есептесу үшін ішінде 180.000 теңге бар банк карточкасын берді. Қонақ үйде оларға таңдау үшін бірнеше бөлме ұсынды. Люкс бөлме, жайлы бөлме, стандарт бөлме. Тәулігіне тамақтану құны адам басына 5.000 теңге болатынын есепке алғанда, осы бөлмелердің бірін 5 тәулікке жалға алуға карточкадағы қалған ақша жете ме? Әр түрлі нұсқаларды қарастыр деп тұр. Яғни 5 тәулікке карточкада бізде 180.000 теңге бар. Енді қайтару бағасы 16.800 теңге әрқайсына, тамақтану 5.000 теңге 5 күнге. Енді барлығы неше теңге болады, соны табамыз. Бірінші нұсқада бірінші бізде билетке неше теңге кетеді, соны табамыз 2 адамға. Сондықтан барлығын 2-ге көбейтеміз. 16.800 барып қайтуға 33.600 теңге болды, иә? Бұл барып қайту билеті. Енді тамақтану 2 адамға 5 күнге 50.000 теңгеге тең болады. Енді барып қайту билеті мен тамақтану 83.600 теңгеге тең болды. Демек, бұл билет плюс тамақтануға кеткен шығын. Енді келесі 180.000 банк картасындағы ақшая. Демек, содан азайтамыз билет пен тамақтанудың ақшасын. Сонда бізде қалды 96.400 теңге қалды. Енді 9.200 теңге стандарт бөлмені алатын болса, стандарт бөлмеде бізде 92.000 теңгеге тең болады. Сонда бізде 92.000 теңге, 96.400-ден 92.000-ды азайтсақ 4.400 теңге қалады. Демек, бізде стандарт бөлмені тәулігіне алады екен, 2 адамға тәулігіне 5 күнге. Демек, жауабы билетке, тамақтануға және стандарт
стандарт бөлмені алады. Тәулігіне 9200 теңге, 5 күнге 2 адамға 92 мың теңге тең болады. Сонда банк картасында қалды 4400 теңге қалды. Енді келесі тапсырма: есептің шартын диаграммадағы мәліметтермен толықтырып оны шығар. Мектеп театрының оқушыларына көйлек тігуге 5 метр мата, ал белдемше тігуге 3 метр мата қажет. 12 көйлек тігілді. Белдемшеге қарағанда көйлек 2 есе артық тігілді. Көйлек пен белдемшеге барлығы қанша метр мата жұмсалды? Көйлек 5 метр, 12 дана. Белдемше 3 метр. Енді бұл бізде белгісіз, бірақ 2 есе артық деп тұр. Бірінші 12-ні 2-ге білеміз. 2 есе артық деп тұр. Демек, бұл 2 есе кем, сондықтан 6 метрға тең екен. Белдемше 6 метр. Енді бізде 3 метрға тең мата қажет деп тұр. Сонда 6-ны 3-ке көбейтсек 18 метр болады. Енді 12-ні 5-ке көбейтеміз. Бұл бізде көйлекке, демек 60 метр мата жұмсалды. Енді 18 мата бұл бізде белдемшеге. Енді белдемше мен көйлекті қосамыз, сонда 78 метрға тең болады. Барлығы 78 метр мата жұмсалды. Енді келесі тапсырма: ойлан және жауап бер. Әр қорапта бір қызыл шардан бар, ал қалғаны көк шарлар. Бірінші қорапта 15 шар, ал екінші қорапта 120 шар. Үшінші қорапта 200 шар бар. Қорабына қарамай бір қызыл шар алу мүмкіндігі артығырақ болу үшін шарды қай қораптан алу керек деп тұр. Бірінші қорапта 15 шар болатын болса, бір қызыл, 14 көк болады. Өйткені бізде әр қорапта бір қызыл шардан бар деп тұр. Демек, келесі үшінші қорапта 200 шардан бір қызыл, 199 көк шар бар. Енді қызыл шарды алу мүмкіндігі қай қорапта жоғары? Әрине, ол бірінші қорапта болады. Өйткені бізде саны кіші болып тұр, яғни 15 шар болып тұр. Сондықтан 14 көк, бір қызыл. Сондықтан бізде бірінші қорапта алу мүмкіндігі жоғары болады. Енді келесі тапсырма: өрнектердің мәнін тап. 208 көбейту жақша ішінде 70820 бөлу 33 қосу 460. Бірінші бұл жерде бізде бөлу амалы орындалады. Екінші қосу, үшінші көбейту, мына жерде төртінші амал бөлу амалы орындалады. Сонда 10400 санына тең болады. Енді келесі есепте бізде бірінші бөлу амалы орындалады, екінші бөлу амалы орындалады, үшінші қосу амалы, төртінші көбейту амалы орындалады. Сонда 20720 санына тең болады. Келесі бірінші көбейту амалы орындалады, 17871, екінші бөлу амалы орындалады, 68-ге тең болды. Енді бірінші амалды екінші амалға қосамыз, сонда 17939 санына тең болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.